Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жазира. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, ерекше, тойымды болып шығатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен пиязымызды алып, ұсақтап, турап алатын боламыз. Мінекей пиязымызды турап алды. Енді саңырауқұлақты да дәл солай турап алатын боламыз. Достар, саңырауқұлақты қолданар алдын сыртындағы жұқа қабығын алып тастап барып қолданыңыздар. Сол кезде саңырауқұлағымыз таза болып шығады. Саңырауқұлақты да турап алдық. Енді қызып тұрған тапамызға шамалы май құйып, пиязымызды қызартып, қуырып аламыз. Оның үстіне саңырауқұлақты салып, оны да қызарғанша қуырып, дәміне қарай тұз салып, шетке алып қоятын боламыз. Алдын ала қайнатып алған тауық етін кубиктап турап шығамыз. Тауық етін турап алдық. Енді 2 дана қиярымызды алып, дәл солай кубиктап турап шығатын боламыз. Жұмыртқамызды да кубиктап турап алатын боламыз. Сырды чоркының көмегімен өткізіп аламыз. Барлығын ыдысымызға салып, майонезбен жақсылап араластырамыз. Достар, құрамына керекті заттардың бәрін видеоның астына жазып қойдым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы құрамдағы заттармен 2 тарелка салат шығатын болады. Мінекей достар, сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.